Сүйікті менің көрермендерім, бүгін мен сіздермен лимон, имбир, бал және сонымен бірге алма уксусы қосылған тамаша бір видеомен бөліспекші болып отырмын. Мынау бутылкадағы өзімнің жасаған алма уксусым, сондықтан бутылкада құйылып тұрғанға ойлап қалмаңыздар. Таза алма уксусы мөлдіреп тұр. Мынау акация балы, имбир, өздеріңіз білесіздер, лимон, барлығын сіздерге жақсы таныс нәрселер. Бұлардың бәрінің емдік қасиеттері өте жоғары болғандықтан мен осы иммунитет көтеруге және сонымен бірге суықтағанда ішетін осындай нені дайындамақ болдым. Қалай тағам деуге бола ма? Адамның ішкен тағамы дәрі болу керек дейді ғой, әрбір ішкен тағамы дәрі дейді. Яғни пайдалы алып, соны келістіріп жасай білсе деген халықтың бір нақыл сөзі бар. Осы сөзді негізге ала отырып, осындай дәрі жасамақпын. Дәрі, тағам, пайдалы тағам деп айтайық. Жақсы. Бұл тағамның ешқандай да қиындығы жоқ. Қазір имбирді жуып кептіріп қойдым. Лимонды тоже салқын сумен жуып кептірдім. Бал дайын, уксус дайын. Осы екі ингредиентті біз алдымен мынау термомикске тартып аламыз. Содан кейін барып мынау контейнердің ішіне саламыз. Бұл контейнерге салып жатқан себебім араластырғанда жаңағы не болсын, ыңғайлы болсын деп кеңірек контейнер алдым. Блендерден термомикстан өткізер кезде қабықтарын аршып, имбирдің қабығын аршысақ болғаны. Ал енді лимонның ішін төртке бөліп, ішіндегі сүйектерін алса, ол жетіп жатыр. Лимон дайын. Қалған екі жаңағы қосатын затымыз, олар дайын күйінде қосылады. Лимонды пора-порасын шығарып, турап бастадым. Қазір термомикстен өткіземін. Дәндерінен тазартып, мынандай түптерін кесіп тастадым. Бұлардың орналасатын жерін қазір келесі. Лимонымыз тартылып дайын болды, міне. Мінекей. Енді осы дайын лимонды контейнерге құямыз. Лимонымыз дайын болды. Бірдей массаға айналды, қабығы да, бір-екі сүйек та кетіп қатты арасында, ештеңе етпейді. Езіліп кетті, оның да витаминдері, минералдары көп ішінде, ол да ештеңе етпейді. Барлығы бірдей кәдімгі қылып қойып қоймалжың массаға айналып. Енді имбиріміз дайын болды. Әбден тартылды, майда. Бұл да жаңағы біркелкі массаға айналды. Мынау астыңғы бірінші құйылғанымыз, кішкене су жылтырап атқан, ол лимон. Мынау құрғақтау болған, бұл имбир. Енді біздің ең соңғы ингредиентіміз қалды, ол мынау акация балы. Акация балы бұл кәдімгі ара балын ұстайтын, жаңағы пасека дейді ғой, омартадан алынған, сүзгіленіп алынған бал, биылғы, свежий. Соны қазір неге қосамыз. Қосамыз қазір неге кішкенесін алып алайын, көбірек болып кетер. Мінекей. Қараңдар, лимон, имбир, одан кейін бал. Үшеуі өте керемет жаңағы тағамдар, жемістер, өнімдер деп айтуға болады. Бұл кәдімгі біздің Гиппократтың айтып кеткен ең барлық ауру, мың аурудың түріне ем болатын нелер. Сондықтан аш қаспен айналдырып тұрмын мен бұны. Темірмен кислица етіп кетеді ме деп, жаңағы қышқыл несі бар ғой, лимонның. Осындай бір-екі сүйек кетіп қапты, ештеңе етпейді, мынандай кішкентай нелері жүр, ештеңе етпейді жегенде. Адам өз аузына білінеді ғой. Ол сүйектің да ішінде, дәнінде қышқыл болғанымен лимонның, оның ішінде де адамға пайдалы нәрселер өте көп екен. Жаңағы микроэлементтер, жаңағы антиоксиданттар. Дайын. Неміз жейтін тағамымыз деп айтуға болады ма? Күнделікті столда енді осыны тарелкаға салып қоямын. Біздің күнделікті стөлімізде осы тұрады. Сіздерге айта кетейін, 1 килограмм лимон кетті бұған, 1 килограмм имбир кетті. Және сонымен бірге 800 граммдай бал кетті. Осымен бұл жерден 2 келі толық
не шығады. Қазір банкіге құйып қоямын. Банкілерге және осыны шеп тұрамыз. Қазір осы имбирдің дәмін татайық. Мына қоспаның дәмін татып көрейік. Бісміллә. Керемет. Мынау деген нағыз біздің жаңағы бабаларымыз айтып кеткен рецепт бойынша осылай жасауға болады екен. Мінекей, осындай қылып жасап көрулеріңізге болады. Және бұл қоспа жаңағы неге бүйректі тазартады, өтті тазартады, өт жолдарын, тромбыларды, қан тамырлардың бәрін тазартады, мидың жұмысын жақсартады. Және сонымен бірге бауыр, бүйректің тастарын езіп түсіреді. Бұны жаңағы қандай шайға болса да араластырып, тек қана сүт қоспаған, көк шайға да араластырып, қызыл кәдімгі шайға да араластырып, сүт қатпаған, және сонымен бірге жылы суға, ыстық суға салмай, жаңағы шым-шым жылы суға езіп те ішуге болады. Бұны жаңағы арнайы бір ем үшін ішетін болса, белгілі өзінің нормаларын сақтап ішуге болады, емделуге болады. Жақсы, сау болыңыздар.